достар, бүгін біз қысқа мерзімді жоспарды жасау үлгісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең бірінші қысқа мерзімді жоспар сабақ жоспары, ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің бөлімі бұл бізде өзім туралы деп аталады. Мектеп кез келген, мысалы ФМБГ Назарбаев зияткерлік мектебі Көкшетау қаласы күні 06.09.2018 жыл екен қарастырылған. Мұғалімнің аты-жөні Сабдина дейді. Сыныбы 1 А сыныбы, қатысқандар, қатыспағандар саны. Сабақтың тақырыбы кел танысайық, өзіміз туралы айтайық. Оқу мақсаттары: тыңдаған материал сөйлеуге, сөзге ажырату және оның мазмұнын түсіну, түрлі жағдаяттарға этикет сөздер қолдану, тәуелділік және жіктік жалғаулардың терминсіз қарапайым формулаларын қолдана алу. Мақсаты, яғни сабақтың мақсаты: тыңдалған материалды қайталайды, мазмұнын түсінеді, түрлі жағдаяттарға этикет сөздер қолданады, тәуелділік және жіктік жалғаулардың қарапайым түрлерін айтады. Жетістік критерийлері өзі таныстыра алады, тәуелділік және жіктік жалғауларды қолдана алады. Құндылықтарды дамыту: құрмет, пәнаралық байланыс, математика, акт қолдану дағдылары, интерактивті тақта. Сабақтың барысы, сабақтың жоспарлаған кезектері: сабақтың басы, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру 0-5 минут. Психологиялық ахуал: сабақта жоспарланған іс-әрекет, психологиялық ахуал, көңілді амандасу жаттығуы. Оқушылар қолмен, иықпен, тіземен, шынтақпен амандасады. Сендер сыныптастарыңмен таныстыңдар ма? Кім өзінің сыныптасы туралы айта алады? Бүгін сабақта біз өзімізді таныстырамыз, отбасы мүшелерін атауға үйренеміз. Презентациядағы Есен деген баламен танысамыз. Оның түсіну үлгісін қолданып, жұптар бір-бірін таныстырады. Есен елемес деген сөздер неге әріппен жазылған? Партадағы сендердің есімдерің қалай жазылған? Екінші тыңдалым: мен сендерге қазір сөздерді айтамын, ал сендер адамның аты айтылғанда шапалақтайсыңдар. Мектеп: Аружан, қарындаш, дәптер, ата, Абылай, Расул, тағы бір басқа. Ресурстар: шаттық шеңбер, презентация. Сендердің отбасыларында қандай есімдер бар? Сергу, Сәттікөк, көжектерім, тұрыңдар, оқулықпен жұмыс. Белсенді болайық: өлеңді хормен айту. Өлеңге қарап өзің туралы айт дейді бізге. Ажар: менің атым, 6-да менің жасым. Сұрасаңыз айтайын: сорпа сүйген асым. Доп сүйген ісім, ойын сүйген ісім. Доп ойнау сүйген ісім. Таныстырдым өзімді достарым білу үшін. Менің отбасы мүшелерін анықтап атайды. Мұғалім айтады, балалар тақтадан көрсетеді. Жазба жұмыс, сауалнама алу. Жұпта сыныптастарымен сөйлесіп сауалнама алады. Аты, тегі, жасы, мекен жайы, телефон нөмірі. Атын, тегін бірінші әріпін, ал жасы мен телефонын цифр арқылы жаза алады. Сабақтың соңы 35-40 минут рефлексия, саусақпен кері байланыс беру. Сабақтың бәрі түсінікті, 5 бармақ жоғары, түсінген жоқпын, төмен. Дифференциация: оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілетті жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз? Қолдау көрсету, қабілетті жоғары. Бағалау: оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз. Оқушылар өздері жасаған бет бейнелерге қарап біріне көңіл күйлерін айтады. Қуанышты, көңілді, мінсіз, көңілсіз, ашулы. Бұл кездегі ресурс бізде пәнаралық байланыс,
денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы, акт құндылықтар мен байланыс, тәрбие, өнер, ана тілі сабағы. Оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады, біріне көңіл күйлеріне айтады, қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы сөздерді. Оқушылар бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. Осы сабаққа берілген қымыжыны енді мен презентацияға салып, презентациямен де таныстыратын боламын. Сау болыңыздар. Қымыжыны үлгісін алуларыңыз келсе, 705-398-46-89 нөміріне жазыңыз. Дәл осы қымыжыны тегін мен сіздерге беремін.